Ержүрек батырлар, барлық турбозаврлар, көмекке шақырсаң жаныңнан табылар демек. Достарың қасыңда, еш қамықпа, қиын жағдай болса, сен қорықпа, турбозаврлар, ерекше батыл турбозаврлар, көмекке шақыр турбозаврлар. Қорықпаймыз барда, қосай, ұшып сен самға, қаттырақ айғайла турбозаврлар. Турбозаврлар. Егіз. Жымқырып кетті, ұрлап кетті, тезірек құтқару керек. Анки, түктісінсен бермасын. Кімді құтқару керек? Кімді ұрлап кетті? Торды. Оны қалаға алып кетті. Оқиға бұлай болды. Бұл жер маған ұнамайды. Тас жол тым жақын. Бізді аяқ асты адамдар көріп қойса ше. Анаған қара. Сәлем, менің атым Тор. Ал сен кімсің? Бұл жерге қалай келдің? Ол үшін айдаһар емес қой. Жай ғана бояп қойған фигура. Қайда? Жоқ, ол емес. Ой, міне ол. Тор дер кезінде көлікке айналып кеткенде бәрі жақсы болар еді. Бірақ адамдарды көріп сасып қалды. Сөйтіп ол тұрған орында қатып қалды. Бір нәрсені түсінбей тұрмын. Бұған ұрлықтың қатысы қанша? Мәселе сонда, До. Оны әлгі басқасы екен деп ойлап қалды. Өтірік айдаһар екен деп ойлады. Қалада көңіл көтеруге арналған саябақ ашып жатыр. Сол жерге әртүрлі мүсіндерді тасыған кезде біреуі жүк көлігінен түсіп қалған. Енді Торды соның орнына алып кетті. Түсінікті. Оны құтқару керек. Саябаққа іздеп барайық. Турбозаврлар, алға! Біз барлап қайтайық, ал сендер бізді саябақтың жанында күтіңдер. Неге кешігіп жатыр екен? Қараш, ол үшін айдаһарға онша ұқсамайды ғой. Түкте ұқсамайды. Әне ол. Сендер де ашылуын көруге келдіңдер ме? Айтарлықтай көретін еш нәрсе жоқ. Айдаһарлар болады деп еді. Бірақ олар түкте қорқынышты емес. Бұл не? Бұлар не? Айдаһардың киімін киген адамдар ғой. Бұл жерден кетейік. Құтқарыңдар, бүкіл денем ісіп кетті. Түскі асты да ішкем жоқ. Қимылдай аласың ба? Жоқ, мені цементпен қатырып тастаған. Мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Бір жоспарым бар. Саябақ анау жақта, ал біз мына жердеміз. Анки, тракты көтеріп, оны ауамен көшіре аласың ба? Сосын ол Торды тұғырдан босатып алсын. Әрине. Болды онда. Қараңғы түскенде Торды босатып, оның орнына айдаһардың мүсінін қоямыз. Алдымен оны тауып алып келу керек. Оның қайда жатқанын білем. Сендерді де сол жерге апара алам. Анки, айдаһардың қайда екенін ұмытып қалдың ба? Ұмытқан жоқпын. Тек есіме сақтап алмаппын. Тыныш, біреу келе жатыр. Осы орманда бір нәрсе дұрыс емес екенін сезуші едім. Енді анық көзім жетті. Мұнда айдаһарлар өмір сүреді екен. Бірақ ол айдаһар емес. Ол жай ғана мүсін ғой, Степан ата. Демек мүсін екен ғой. Ал мен ойласам.
Бұл, сен Анкиге алаңды тегістеп бер. Дайын болған кезде Анки саябаққа Тракты көшіреді. Трак, сен торды босат. Сосын Анки саябаққа егізін көшіріп алып келеді. Оны тұғырға қойда, Анки тор екеуіңді бір-бірден кері қарай тасиды. Турбозаврлар, алға! Маған саябақ ұнап қалды. Бұл жерге тағы келетін шығармын деп ойлаймын. Тек менсіз. Бұл жерде жәдігер болып тұрғаным да жетер. Рахмет, достар, мені құтқарып қалдыңдар. Турбозаврлар. Қазына аралы. Қауіпті сәт, соққы. Гол! Тоқтаңдар, олай болмайды. Қане, Бұл, сен мына жерге тұр. Ал сен Трак, оның үстіне шық. Қанекей. Енді біреуің мені көтеріңдерші. Алға! Алақай, еменді абардажға алдық. Қайда алдық дейсің? Абардажға, қарақшылардай. Қарақшылар ма? Ол теңіз қарақшылары. Көңілді. Олардың тіпті байрағында көңілді Роджер деп жазылған. Қараңдар. Оған қоса қарақшылардың қазынасы болады. Қазыналарын жасырып қояды. Сөйтіп оны карта арқылы табады. Мен де бір қазына тауып алсам ғой. Кеттік. Ертең Петяның туған күні. Сыйлыққа байланысты бір ойын бар. Тек сендер тыныш. Туған күнің мен. Үстелдің үстіне не тауып алғанымды қараш, карта. Онда қазына орны белгіленіпті. Желмен ұшып терезеден кірген ғой деймін. Мәссаған, қандай керемет. Айдаһарларды шақыру керек. Иә, сөйтіп қазынаны іздейміз. Нағыз теңіз қарақшылары секілді. Алақай! Қанеке, мұнау бір түп тікен. 3 саусақтай солтүстікке жүру керек. Сосын сол жерден құрғақ ағашты табу қажет. Соның астында қазына бар, түсінікті ме? Күннің саусақтарындай? Менің. Сенікімен жарты болады. Қане, кеттік, алға! Турбозаврлар, алға! Әлгі түп ағаш қайда? Ой, міне ол. Енді менің жарты саусағымдай солтүстікке қарай. Құрғақ ағаш, мен аны көріп тұрмын. Міне ол жер. Осы жерді қазу керек. Бір нәрсе бар сияқты. Аха, ол қазына. Бұл не? Тағы бір карта ма? Мұнда тағы бір қазына көрсетілген бе? Ендеше оларды салыстыру керек. Түсінікті. Тоқтай тұр. Ал мұнда не бар? Бәрі білінді.
сені қуантқымыз келген еді. Ал енді қазынаны қалай табамыз? Оны қайда көмгенімізді өзіміз де ұмытып қалдық. Тек көлдің ортасында екенін білеміз. Демек, мұны сендер ойластырған екенсіңдер ғой. Еш нәрсе етпейді. Картаның керегі де жоқ. Онсыз да табамыз. Бәріңіз іске кірісіңдер. Мен де дайынмын. Мәссаған, арал. Кәдімгі арал. Оны кеше біз жасағанбыз. Тосын сый. Қазынамыз да соның бір жерінде. Қазір табамыз. Анау жерді қаз. Қап, ол қазынаны ешқашан таппайтын шығармыз. Ой. Бұл мен ойлаған нәрсе ме? Ой, қазына. Қазынаны таптық. Туған күнімен. Алақай, мәссаған теңіз қарақшының киімі. Енді нағыз теңіз қарақшыларының тобы болдық. Пиастрлар. Абордажға. Турбозаврлар. Әуреге салған мысық. Лақтыр. Бүлдірдің ғой. Мүмкін емес. Допты жолға лақтырдым ғой. Мынаған қара. Бұл жерге бір жануар келіп, гүлдерді таптап кетіпті. Сәлеметсіз бе? Мысығыңыз барын білмеппіз. Ол менікі емес, өзі адасып келген. Егер бір нәрсе бүлдірген болса, оған мен жауап бермеймін. Атын білесіз бе? Мен қайдан білейін? Барсик деп шақырсам жетіп келеді. Балалар, түскі асқа келіңдер. Әбден тойдым. Бәрі өте дәмді болды, әже. Әже, ыдыс жууға көмектесейін бе? Жоқ, әуре болма. Дәл қазір ыстық су да жоқ. Ойнап келіңдер. Барсик! Не болды? Барсик жоғалып кетті. Қашып кеткен шығар. Ал мен оған үйренісіп қалып едім. Барсик алысқа қашып кетсе, оны табу қиынға соғатын шығар. Барсик! Мүмкін емес деген сөз болмайды. Міне, қара, із жатыр. Оны тауып, көршімізге қайтарамыз. Бізге кім көмектесетінін білемін. Адасып кетуі де мүмкін. Сол да сөз болып па. Мысықты табамыз. Солай ма, Зер? Іздеуге ұшып бара жатырмын. Барсиктің қайда екенін білем. Соңымнан еріңдер. Кес. Барсик! Ол бізге сенбейтін сияқты. Турбозаврлар алға! Трак, ona байлап түсіріп көр. Құлап кетеді ғой. Оны қалай түсірсек екен? Бір ой келді. Баспалдақ жасасақ ше. Міне, мынадай. Тор, баспалдаққа жер тегістей бер. До, баспалдаққа лайықты бөренесте. Анки, оларды бері қарай тасы. Трак, сен бөренелерді жаңқалай бер. Сақтандыру арқаны ше. О, міне, арқан таптым.
Зер, оны жоғарыға жеткіз. Мәссаған. Бұл не? Не екенін білетін сияқтымын. Құбырларды жаңасын ауыстырып жатыр. Сол себепті ыстық суды тоқтатқан екен ғой. Тап! Жетпеген осет. Барсик, Барсик. Неге бір орында қатып тұрсың? Айдаһарларды шақыр. Айтсам сен бессіңдер. Бірақ бізге тағы да көмектерің қажет. Иә, оңай шаруа емес. Бәріміз бірігіп, шаруаны тындырып тастайық. Трак, құбырды көтеріп ішін қара. Егер ішінде мысық жоқ болса, құбырды маған беріп, оны орға орналастырасың. Анки, құбырды бетонмен қапта. Тор, үстіне топырақ таста. Ал біз не істейік? Сендердің ең маңызды жұмыстарың мысық атылып шығып қашып кетпесін. Бақылап тұрыңдар. Әне ол, ұста деймін, қашып кетпесін. Ой, сендер барлық құбырды орналастырдыңдар ма? Енді ыстық суды да тезірек жіберетін болды. Мысықты таптық. Міне ол. Барсик, қайтып келді. Рахмет сендерге. Қайда қашып кеттің? Неге қаштың? Үй жақсы емес пе? Солай ғой, Барсик. Әрине. Енді бұл да сенің үйің. Турбозаврлар. Қазба жұмыстары. Мәссаған. А? Тиен. Ол біреудікі ғой. Орнына қоя салайық. Қожайыны мұны бұл тоғайдан қалай табады? Қане, оны сканерлейін де, саусақ ізіне қарап иесін табайық. Сканерлеу, талдау, саусақ іздері табылмады. Олжаның болжамды жасы 300 жыл. Алақай, көне тиын тауып алдық. Тағы да іздеп көрейікші. Мұнда көмбе болуы мүмкін ғой. Қазына. Сонымен қазына таппадық. Мұның мен келіспеймін. Мұның бәрі көне заттар және сол ішінде құнды. Өте ертеде ол жерде ауыл болған. Ол жерде қазына болуы мүмкін бе? Кім білсін. Бірақ ол мамандардың жұмысы. Таныс археологтарым бар еді. Соларға қоңырау шалайын, қазба жұмыстарын ұйымдастырар. Оларсыз қаза беруге болмай ма? Көне заттарға зақым келтіріп алмай, асқан ұқыптылықпен істеу керек. Археологтар тезірек келсе екен. Ой, оларды қашанғы күтеміз? Кеттік, Катя. Қайда? Қайдасын ес? Қазуға абайлап қазамыз. Тек ұпай салмаса екен. Жарайсың! Достар, шұғыл көмектерін қажет. Қазба жұмыстарын бастаймыз. Ал топ ше? Кейін тауып алармыз, Трак. Ең бастысы базаны жасыруды ұмытпау керек. Еш нәрсе көрінбейді ғой. До, мына жерге тұршы, өтінем.
жарық. Жақсы, бірақ әлі де қараңғылау. Анки. Керемет. Жоспар мынадай. Тор ең үстіңгі қабатын алады, Буль топырақты шығарады. Зер толық суреттер жасайды. Мен ше, Ал Трак, сен ең маңызды жұмысты атқарасың. бірақ мен сурет сала алмаймын ғой. Бұл шаңды мұқият тазалауға қажет. Еш нәрсені бүлдіріп алмай, барынша ұқыпты жұмыс істеу керек. Дайынсыңдар ма? Я! Турбозаврлар, алға! Таптым. Не таптың? Қане тездет. Алақай, қазына! Қазір ішінде не барын білеміз. Кітап? Бары сол ма? Сонда бекер қаздық па? Бекер емес. Көне кітаптарда өткен заман туралы құнды ақпараттар жазылады. Кітапты әжеге апарып беру керек. Ал әжем оны таныс археологтарына береді. Әже, кітап не туралы екен? Қазір айтып беремін. Сендер әуелі көмештің дәмін көріңдер. Дәмі тілі үйрет. Бұрын неге осындай дәмді тағам пісірмедіңіз? Бұрын рецепт болмап еді. Ол қандай рецепт? Ой, ол көне рецепт қой. Дәл мұндай көмешті арғы атамыз бен әжелеріміз жеген. Оны қайдан таптыңыз? Оны ма? Бір көне аспаздық кітаптан. Демек, әлгі кітап қой. Расымен де, нағыз қазына дерсің. Турбозаврлар. Қашқын. Бірақ бүгін соңғы көрсетілім. Ол мультикті сен де көргің келіп еді ғой, Катя. Жоқ, Петя, киноға бармаймыз. Неге, Катя? Мынау үшін. Оны жалғыз қалдырып кете алмаймыз. Бәріңе сәлем. Достар, мұнда не істеп отырсыңдар? Біз сендерді күттік. Әже тіс дәрігеріне кетті. Бізге Ипполитке қараңдар деді. Сол үшін осында болуымыз керек. Оған көңіл аударма. Киноға барсам деп армандап жүрген. Енді бір тыйып, бәріне ренжіп отыр. Орындарыңа басқа біреуді қоюға болмай ма? Кімді? Мысалы, мен балақайды танимын. Маған үйреніп қалған. Онда бірнеше сағат біздің орнымызға қала тұршы, жарай ма? Біраз уақыттан кейін келеміз. Ипполит. Ипполит. Не болып қалды? Не шақтайды? Балалар, жасырынбасаңдар да болады, ренжімеймін. Доптарыңды алыңдар. Ипполит. Мұның не? Сені көріп қою мүмкін ғой. Оны қадағалай алмай қалдым. Ол жоғалып кетті. Не дейсіз?
тек байбалам салма. До, басқа турбозаврларды көмекке шақыр. Ипполит алысқа кете қойған жоқ. Еш жерде жоқ. Үйге жасырынып қалған шығар, а? Ол жақта жоқ, барлық жерді қарап шықтық. Қайда кетіп қалуы мүмкін? Ипполит Норма әпкемен бірге көлікке отырып кетіп қалды. Ай, сеніме, Ипполит. Оларды қуып жетеміз. Әпкемнің қайда бара жатқанын да білмейміз ғой. Онда бізге бөліну керек. Трак, сен мұндай кезде бізге көмектесе алмайсың. Сондықтан орманға қайт. Ең қызықтының бәрі менсіз өтеді. Сен де осында қал. Біз Ипполитті тапқанша әже келіп қалуы мүмкін. Иә. Турбозаврлар, алға! Мұның не тор? Жол жабық. Ол бұл жерден өте алмас еді. Қабая, енді дөңгелекті ауыстыруға тура келеді. Қараш, Анки. Анау біз іздеп жүрген көлік емес пе? Ипполит отырған көлікті жеткізген кезде олар қуанатын болды ау. Сәлем. Ал біз Ипполит отырған көлікті таптық. Ой. Көлікті орнына апарып қоюға тура келеді. Сөйтіп, желі шыққан дөңгелегін ауыстыра салыңдар. Иә, дөңгелегін ауыстыруым керек. Ой, енді қажет емес. Алло, көлігім дұрғып кетті. Ой, қайтарып әкеліп берді. Тіпті дөңгелегі де бүт-бүтін. Ғажайып деп осыны. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2021 жыл.